Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бірге палау істейтін боламыз. Өте дәмді. Олай болса кеттік. Бізге керегі сәбіз, пияз, ет. Ет пен сәбіздің көлемі күрішке байланысты. Олай болса, бастайық. Қызып тұрған қазанға май құямыз. Май қызғаннан кейін пияз салып қуырып аламыз. Одан кейін етімізді саламыз. Етті майдалап болсын, үлкен болсын, тура ол өзіңізге ыңғайлы болса болды. Сосын сәбізді салып, кішкене 10-15 минут қуырып аламыз. Сосын сіздер егер 1 килограмм күріш басатын болсаңыздар, 1 литр су құясыздар. Солай бірге бір су құйып отырасыздар. Және де күрішті жуып тазалаймыз. Күрішті бірінші тазалап, әбден жуып аламыз. Сосын қайнап тұрған суды күрішке құятын боламыз. Таза күрішімізге құйғанда су таза болу керек. Және де жарты кішкентай қасықпен тұз салып араластырамыз. Және де оны бұқтырып қойып қоямыз. Сонда біздің палауымыздың күріші тез піседі, біріншіден, ал екіншіден шашылып, езіліп кетпей, өз бабында пісетін болады. Қалауыңызға қарай, күрішті салмас бұрын дәмдеуіштер саламыз. Одан кейін барып күрішті саламыз. Күріш міндетті түрде суға батып тұру керек. Өте баяу отқа қойып қоямыз. Міне, жарты сағаттан кейін палауыңыз дайын болады. Ас дәмді болсын. Ұнаса лайк басып тіркелеміз.